Әдебиеттанушы ғалым, ұстаз, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің профессоры Жәнбек Сәбит Нұрмұхаметұлы мен Көне жырдың көкжиегі моноподкасты. Қазақ әдебиетінің тарихында орта ғасырлық тарих дейміз ғой. Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиеттің өзі дені осы жыраулық поэзия. Жыраулар поэзиясы дегеніміз бұл 19 ғасырдағы мынау ақындардан бұрынырақ шыққан үлкен бір кезең. Яғни біз ақын жыраулар деп айтамыз, бірақ дегенмен де жыраулар олардың тарихи көркемдік миссиясы ақындардан бұрын басталған. Яғни біздің қазақ хандығы сол құрылар қарсаңда ноғайлы дәуірінде дейміз, ноғайлы ордасы болды. Ана үлкен алтын орда сияқты алып мемлекет ыдырағанда оның орнында көптеген ордалар болды. Алтын орданың мұрагері ұлық орда болды. Қазақ хандығы, Астрахан хандығы, Қырым хандығы, Сібір хандығы, Ноғай ордасы, Қазақ хандығы деген сияқты. Осы хандықтар сол бір кездегі алтын орданың үлкен мынау табанында, соның негізінде жеке-жеке бой көтерді. Соның ішінде әсіресе біздің әдебиетімізге жақыны қазақ хандығы дәуіріндегі осы жыраулық поэзия. Жыраулық поэзияның басында оның тарихын зерттей берсек, мынау жаңағы Ақжол деген би болған арғындардың үлкен ұраны ғой. Соның Қотан деген жырау болған. Арғы жағында Сыпыра жырау деген болған. Міне осы жыраулардан кейін қазақ поэзиясында Қазтуған, Асанқайғы, Шалдиыз, Доспамбет, одан 17 ғасырдағы Жиенбеттен Марқасқа, 18 ғасырлардағы Ақтамберді, Үмбетей, Татқара, Бұхар сияқты жыраулар жасаған, өмір сүрген. Енді бұл жыраулардың көпшілігі әрине үлкен келелі елдік мәселелерді жырлады. Ханның кеңесшісі болды, уәзір дейміз, ақылшысы болды. Олардың негізгі тақырыптары елдік мәселелер болды, елдің бірлігі деген болды. Халықтың басындағы ауыр жағдайларды шертті. Енді мынау сол жыраулық поэзия, бұл енді біздің үлкен мынау қазақ поэзиясына қазіргі күні бүгінге дейін енді жасап келе жатқан қазақ поэзиясының рухани азығы, рухани негізі осы мынау жыраулық поэзияда жатыр. Шүкелердің үлкен керемет жаңағы танымы жатыр, сұлу әдемі образдар жатыр. Қазтуған айтады, балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, ботташығы бұзаудай, боз сазаны тоқтыдай дейді. Қараңыздаршы, шырмауы құшырткен түйе таптырмас дейді. Еділмен қоштасу деген жағында. Қысқасы, біз жыраулар поэзиясы қазақ әдебиетінің тарихында да әдебиетінде үлкен өзінің көркемдік тарихи миссиясын орындаған кезіндегі үлкен біздің осы әдебиетіміздің кейінгі дәуірдегі әдебиетіміздің барлық негізін осы жыраулар поэзиясы кезінде жасалды. Ал енді мынау 18 ғасырда жасаған қазақтың үлкен жыраулары бұл кім? Бұхар жырау. 15 ғасырдағы Асанқайғыны Шоқан Уәлиханов көшпенділердің ұлы философы десе, сол Асанқайғының рухын көркемдік жүйесін ары қарай жалғастырған 18 ғасырдың Асанқайғы сол Бұхар болды. Анау кім Асанқайғы Жәнібек ханның тұсында болса, Бұхар осы Абылайдың заманында оның кеңесшісі болды, ақылшысы болды. Қысқасы, Абылайдың бүкіл саналы ғұмыры осы кімнің Бұхардың заманында өтті. Ай Абылай, Абылай деп келетін үлкен жырлары бар. Мына кімнің анау жаңағы Бұхарда бүкіл елдікке шақырған Қалданбен ұрысып, сондағы жолдас адамдар, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай, Қарақалпақ Қылышбектер келеді, бүкіл батырларды тізеді қазақтың 18 ғасырдарда. Қысқасы, Бұхар жыраудың мынау толғауларында елдікке шақыру, бірлікке шақыру, бір ынтымаққа шақыру, әсіресе Абылайға ақылшы кеңесшісі болу, одан кейін мынау тарихи жырларын айтсаңыздар, бүкіл қазақтың мынау бүкіл ұзына тарихы осында жатыр. Кіші Қармақ, Қарақалмақ, Бөрді, Бозлардың билігі бұрқан болысты дейді. Міне қарап өтсеңіз, осы Бұхарда сол Асанқайғыдан жеткен пәлсапалы ойлар, тарихи кезеңдер, осылардың барлығы жырдың өзегі болады. Енді мен осы жыраулардың кейінгі заманда ақындар деп термешілер шықты. Осы 20 ғасырда біздің жыраулар деп жүргеніміз әрине толық мәніндегі анау орта ғасырдағы жыраулар емес, бірақ сол жыраулардың кейбір рухы, кейбір ырғақтары, кейбір өрнектері 20 ғасырдың жырауларында да жүр. Жыраулар 20 ғасырдың өзі жыр шығармағанмен, бұларда да бір ақындық не бар,
үлкен талант болады. Олар жыршы, сол жырларды насихаттайды, соны халыққа таратады. Бүгінгі таңда оларды да жыраулар деп жүрміз. Ал енді мына бүгінгі айтыс ақындарында сол әртүрлі мақамдар бар, өрнектер бар. Бұқар жыраудың да, Ақтанбердінің да, Досманбеттің да өр рухын кейбір айтыскер ақындар өзінің бүгінгі қарсыласымен айтысқан кезде өзінің жырларына оны қосып айтып жүргендігін байқаймыз. Яғни енді бүгінгі синкреттік өнер деген кезде әрине синкреттіктің заманы өткен ғой. Бірақ дегенмен де бүгінгі айтыскер ақындарда, бүгінгі жырауларда да домбырамен қосып орындаушылық, кейде қобызбен орындалады. Мынау Бекболат Тілеуханның шығармашылығында байқалады. Міне осы оған дауыс мәнері қосылады. Міне кейде өз жанынан суырып салады мынау ақындар. Сондықтан да бүгінгі айтыскер ақындарда сол орта ғасырлардағы ақын жыраулардан қалған өнеге бар, өрнек бар, мүлде жоқ деп айтуға болмайды. Бірақ енді жазба поэзияның, жазба әдебиеттің әсерімен бұлар бүгінгі заманға лайықталған, бүгінгі заманның үрдісіне, осы заманның үнін жеткізіп, анау орта ғасырлық көркемдік жүйе өрнектерді қосып пайдаланатын сипаттарын байқаймыз да, осы шығармашылық топтың тұлғалардың қазіргі өкілдерінің бойларында осы синкреттіліктің де сипаттарын байқап қаламыз.